жекеменшікке беру кетсе, енді ол конкурспен болады ғой. Заң сондай ғой. Конкурсқа мысалы қанша адам қатысу керек? Бір адам қатысса да бола береді ғой, ол жерде разница жоқ конкурста. Қанша адам қатысса. Аукцион бар? Айтылған. Аукционға иә. Ангисметпен кемінде 2 адам қатысу керек болады. Ауылдың 2 адам сөз не қылады? Иә, сөйтіңіздер, чтобы уверенно быть, что сіздерге қалады. Содан кейін ана ертең әкімнің айтқаны өтірік болып қалады егер басқа біреу алып кетсе мысалы. Сол үшін иә, сөйтіп жасаңыздар. Жақсы, хорошо. Бұның жері үлкен даршы мынаншы. Жер телімі үлкен екен. Енді мектептің ғимаратын өзі көріп тұрсыздар ғой, енді сонымен ескі. Ол енді әрі қарай мына жер телімін алғаннан кейін өзіңіз оған проект жасап, өзіңіз оны реконструкция жасайсыз ба, қалай жасайсыз уже. Ол реконструкция жасайтын болсаңыз, ескі ғимаратты міндетті түрде жаңағы техобследование жасау керек болады. Заңы сондай. Техобследование жасаған кезде ол усиление керек па, или өзі солай жарамды ма? Оны жаңа заключениесін береді, сол заключениесі бойынша ары қарай жұмысын алып тұрасыздар. И жекеменшік болса уже аянбай жасайды ғой. Қай уақытта мысалы документтерін оны енді қазір сіз хат жаздыңыз, жер бөліміне. Жер бөліміне хат жазып, соны жер бөлімі анықтап, жаңа мынаны кім атында қалай қанша гектар. Иә, қанша гектар. Жоқ, мына жерде жер үлкен. Оның барлық жер телімі керек па, сіздерге нақты кәсіпке қанша жер телімі керек, соны қалған ол мемлекеттік меншікте тұрған жер ғой, біреудің жеке меншігі емес. Болды. Енді бәрін полностью бір адамға беріп тастап, оны тоже болмайды. Дұрыс. Просто анау біреудің қолына кетіп қалмасын дегенім ғой енді бұл. Енді бұл қалған мәселе аржағында жер телім егер не деп жатсаңыздар, онда әкімдіктің балансына оны да шығарып қойыңыз. мысалға қараңыз, әкімдіктің балансына тұра мендегі мысалға ертең бізге бір тойхана бірдеңе жасасам, ар жағында мысалға алмабақ бірдеңе егіп қойсам да болады ғой мен мысалы. Жермен алу керек қой ақыралған. Жермен. иә, әртүрлі бизнес жасауға болады ғой. Иә, 49 жыл. Былай жекеменшік Жақсы. алмайсың. 49 жылға бар ғой, жазылған ғой, мысалы қанша соты конкурсқа аукционға шығады, осының соның бәрін полностью требованиесіне сәйкес өздеріңіз бірге бас аяғында болыңыздар, пожалуйста.